Жансая мен Бекзат екеуі балалар үйінде өскен тағдырластар еді. Екеуі жетімдіктің ащы дәмін татып, мейірімге зар болып өсті. Есейген соң бір-бірін тауып шаңырақ көтереді. Жансая сымбатты, қылықты әйел, ал Бекзат еңбекқор, жайсаң мінезді жігіт. Екеуі үшін өмірдің мәні өздері көрмеген бақытты шаңырақ құру еді. Бекзат: Жансая, біз ешқашан балаларымызды мейірімсіз өсірмейміз. Қолымыздан келгенін бәрін жасаймыз. Ал Жансая болса көзіне жас алды. Біз көрмеген жылуды балаларымызға сыйлаймыз. Бізді тағдыр сынады, бірақ енді біздің қолымыздан жаңа өмір бар. Көп ұзамай дүние есігін кішкентай қыз Айша келді. Есігін ашты. Сол сәтте олардың бар мұңы ұмытылып, жүректерін шаттыққа кернеді. Жансая қызын құшақтап: Қарашы, біздің періштеміз қандай тәтті. Бекзат болса: Ол біздің үмітіміз, болашағымыз, қызымыз үшін бәріне дайынмын деді. Бірақ тағдыр тағы да ауыр сынақтарын дайындап тұрған еді. Жансая жымиып: Ол біздің ең үлкен бақытымыз, әкесі сияқты батыл, анасы сияқты мейірімді болсын. Күндер жылжып жатты. Бекзат ет сатумен айналысты. Отбасы үшін адал еңбек етті. Бірақ бір күні ауылға ет алуға кеткен қайтып оралмады. Телефон шырылдағанда Жансая жүрегі дір ете қалды. Ар жағынан таныс емес дауыс естілді. Жедел жәрдем қызметкері: Сіз марқұм Бекзаттың жарысыз ба? Деді өкінішке қарай. Ол қарақшылықтың қолынан қаза тапты. Жансая қолындағы 6 айлық Айша жерге түсіп кетпесін деп тіпті есінен танып қала жаздады. Жансая шырылдап: Жоқ, олай мүмкін емес, қалай мен жалғыз қалдым. Сәби болса ештеңе түсінбестен анасының бетін сипап былдырап күлгендей болды. Жансая: Қызым, енді біз екеуміз ғана қалдық. Әкең жоқ, сен үшін мен күресемін, бірақ жүрегім қан жылайды. Бекзатсыз өткен күндер Жансаяға жылдардай ұзақ көрінді. Қолында сәби, жүрегі қайғыға толы. Ақша да азайып, күнкөріс қиындай түсті. Бір күні көрші апасы келді. Көрші апа: Қызым, өзіңді бос ұстама, қайғы дегенді уақыт емдейді. Мына бөпеңді 1-2 сағатқа маған қалдыр, жұмыс ізде деді. Жансая көзін жасын сүртіп: Рахмет апа, Айшаны аманат қылып тапсырамын. Әкесі жоқта анасы да әлсіз болса обал болады ғой. Жансая қызын көрші апасына қалдырып қалған дүкендерді аралап шықты. Бір жерде сатушы керек деп хабарландыру жазған екен. Жансая үміттеніп: Сәлеметсіз бе, мен жұмыс іздеп жүрмін, сатушы болып істей аламын, деді. Дүкен иесі: Бізге адал, еңбекқор адам керек. Жалақы көп емес, бірақ уақытылы төлейміз. Келісесіз бе? Жансая басын изеп: Келісемін. Маған ақша аз болса да адал еңбекпен тапқан дұрыс. Осылайша күн сайын таңертең дүкенге кетіп, кешке шаршап шалдығып Айшасының құшағына алатын. Бірақ өмірдің ауырлығы, жалғыздықтың салмағы жүрегін біртіндеп қатайта бастады. Жансая іштей толқып: Қайран Бекзат, сен барда өмірдің мәні бар еді. Енді барлығы менің мойнымда, бірақ кейде бәріне шыдай алмай қаламын. Ауыр таңдау. Айша 4 жасқа толғанда өмір тағы да Жансаяның жолын тосып, ауыр сынаққа әкелді. Көрші апа қолдаушысы жанашыры дүниеден озды. Сол күні Жансая қызына қарап даусын әрең шығарды: Жансая, енді сені кімге қалдырамын? Айша, мен жұмысқа кетсем, сен жалғыз қаласың. Сәби анасының мойнынан құшақтап алды. Мама, мен жыламаймын, сен тез келесің, болды. Жансая жүрегі езілгенмен амал іздеді. Ақыры баласын балабақшаға апаруға бел буды. Балабақша меңгерушісі: Орнымыз бар, бірақ айына мынандай төлем жасайсыз. Сома айтылғанда Жансаяның көзі бақырайып кетті. Жансая дауысы дірілдеп: Бұл менің айлығымның жартысы ғой, қалай жетеді? Меңгеруші салқындық танытып: Бізде баға осындай. Қаласаңыз қалдырыңыз, қаламасаңыз басқа амалын табыңыз. Жансая сыртқа шығып орындыққа отыра қалды. Жансаяның іштей айлығымнан пәтерақы, тамақ әрең жетеді.
Енді балабақша қосылды. Мұнымен күн көру мүмкін емес. Маған көбірек ақша табатын жұмыс табу керек. Қызы қасында тұрып кішкентай қолымен анасының бетін сипады. Айша, қарапайым балалық дауыспен: «Мама, жыламашы, мен сені жақсы көремін». Жансая күлімсірегендей сыңай танытып, бірақ жан дүниесі уайымға толы еді.